ешкімге ренжімеңіз, ешкімді кінәламаңыз, бәрі норма. Проблема сенде. Осыны біліңіз. Сен проблемасың. Егер сен проблема болмасаң, онда проблема жоқ. Көресіз ғой. Сол үшін иншалла жалқаулық, әлсіздік деген нәрселер денсаулығыңызға байланысты бір қаражат нәрсесі болмай қалады. Қаражат бірдеңкесі болмай қалуы мүмкін. Денсаулықпен байланысты болуы мүмкін. Ризық бір дұрыс келмей қалуы мүмкін. Оқудың ақшасы бір нәрселер болып қалуы мүмкін. Сол кездерде Алла тағала қарайды. Маған шыға ма, шықпай ма? Бір кезде жаңа оқудың ақшасы шықпай жатыр. Сол түнгі намазда Алла сізді көргісі келген екен. Өйткені сіз егер түнгі намазға бүйтіп шыққан кезіңізде Алла тағаланың алдына бар ғой. Сізден әдемі нәрсе болмайды жердің бетінде. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху айтқандай, Құран оқылған үйлер періштелерге солай көрінеді жердің бетінде. Жердегілерге аспандағы жұлдыздар көрінгендей дейді.